Саламатсыздар ма, құрметті менің көрермендерім. Мінеки кешегі тігіп алған менің сумкамның формасы мынандай болып шықты. Астарына мынандай паршаны қойып, енді баулық дайындауымыз керек. Осы екі жерге, сосын ортасынан екі көздің қасынан ашық жер қалдырдым. Мінеки енді қазір мынау баулықтарды соны өлшеп аламын. Осы екі ұшына баулық тігілу керек. Ол баулықтың қазір қалай тігілетін бәрін сіздерге көрсетіп беремін. Мен сол өзінің матовый велюрдан баулық тігетін болдым. Оның ұзындығын 70 сантиметр, енін 9 сантиметр етіп алдым. Астына плизелин жапсырып, мен дайындап әкелдім. Енді осыны бір-біріне беттестіре отырып, лапканың бойымен тігіс жүргіземіз. Ұзындығы 70, ені 9 сантиметр. Ұзына бойына бір тігіс жүргіземіз. Сәл жылдамдатайын, енді сіздердің уақыттарыңыз көп алмай. Міне енді тігісті ортасына келтіріп, және бір басынан тағы бір тігіс түсіріп аламын. Себебі бұл баулығымыз аударылу керек қой. Сол үшін мынаны қазір бір тігіс түсірдім мен бір басынан. Негізі екі басы да ашық болу керек. Енді аудару үшін сол бір тігіс түсірдім. Мынандай ұзын темір алып келдім. Енді осы темірдің көмегімен, басына түскен бір тігістің көмегімен аударып аламыз. Аударып алдым. Енді осыны тігісін ортасына келтіріп, үтіктеп алуымыз керек. Жаңағы тіккен жер басын қырып тастадым. Міне енді үтіктеп әкелдім. Жаңағы алдындағы түскен тігіс дәл ортасына түсті. Енді бұл сумка, кішкентай сумка емес бұлайша. Иыққа да асынып жүруге болады. Зат салып алып жүруге де болады. Сол үшін бұл мықты болу керек қой. Міне екі басынан да 5 сантиметр қалдырып, тағы да бүктеп, тағы бір тігіс түсіремін. Бау мықты болу керек. Сол үшін тағы екінші тігіс түседі мінекей. Осы басынан да 5 сантиметр өлшеп аламын. Соны қалдырамыз өйтіп. Сәл жылдамырақ неғымасам, жүргізбесем, сіздердің уақыттарыңыз көп кетіп атыр. Мына басында тағы да бекітіп алам 2-3 мәрте тігіп.
мінекей ортасынан тігіс түсірдім, мына жерден ашық жер қалдырдым. Себебі ана бауды тігу үшін аударып алуым керек қой, мына екі басын. Міне осы екі басына бау түседі қазір. Мынау ашық жер, бері қарай аударып алып, міне екі бауында тігіп алдым. Бағанағы ашық қалдырған 5-5 сантиметрді астарына қарай жібердім. Енді мына жерді тігіп аламын сыртынан. Сосын мына шетіндегі мына формада көрдіңіздер ме, мен қазір қолмен ұстап тұрмын ғой. Осы формада сыртынан өзіне түстес жіппен тағы да тігемін. Тура осы жерге дейін, мен қолым ұстап тұрған жерге дейін. Міне көрдіңіздер ме, тура осылай плюс тігіс түседі сыртынан. Мынау қосу тәріздес не түседі, тігіс түседі. Қазір мынау несін тігіп алайын. Бағанағы екі көздің қасынан не қалдырып едім ғой, ашық жер, соны кәдімгі көктеп, екі шетінен өзіне түстес жіппен білдірмей отырып көктеп шығуымыз керек. Кәдімгі 40-шы жіпті 4 қабаттап мықтап алдым. Енді осы жанын тігем. Мен қазір тігістерді жаңа көрсеттім ғой. Қосу тәріздес қып, екі шетінен де түседі. Тігіс екі жағынан да түседі. Оны да өзіне түстес жіппен тігіп шығамын. Тура осындай қылып, мен көрдіңіздер ме? Астарын ішіне қарай келтіріп, сыртындағы матовый велюрдан өзіне түстес жіппен екі шетіне көктеп тігеміз. Мынау матовый велюрға да флизелин жапсырылған құрақ қатайып мықты болып тұру үшін. Солар біріктіріліп тігілгеннен кейін қалың болады екен. Сонымен мынандай көктеп тігу де оңай емес екен. Оны тағы да білдірмей тігуіміз керек. Мынандай оймаға абамасам, ана қатты екен. Құрақтардың көздері бір-біріне тігілгеннен кейін қалыңдайды да.
2-3 мәрте іліп алғаннан кейін барып түйіндеп отырыңыздар. Сол кезде ар жағындағы нелеріңіз, тігіліп кеткен жерлеріңіз жібі босамай мықтап ұстап тұрады. 2-3 іліндіріп алғаннан кейін түйіп отырыңыздар. Ішіндегі астары көрінбеу керек қой. Түйіндерін де ішінде қалдырамыз. Мына ұқсап 2-3 іліндіргеннен кейін түйіп отырыңыздар. Екі-үш іліп алғаннан кейін түйіндеп отырыңыздар. Түйіндеп соны ұмытпаңыздар.
Мінекей тігіп болды. Құрметті оқырмандарым. Енді қазір мына жерлеріне түймесін қадап, құлыптанатын бауын ілемін. Мына формасы мынандай болды. Бұл кішкентай сумка емес, бұл кәдімгі үлкен сумка. Бәрін салып алып жүруге болады. Мінекей формасы. Мынандай болып шығады. Жастар иыққа салып жүрсе де болады. Қария кісілер қолға ұстап жүрсе де болады. Кішкентай сумкаға жатпайды, бұл үлкен сумка. Мына формасы осындай болады. Көрдіңіздер ме? Екі шетін плюс неде тәріздес қып тіктім. Мінекей енді бауын қададым. Мына көрдіңіздер ме? Мына осы арқылы құлтанады. Бергі шетіне бір түйме ілдім. Қададым, арғы шетіне бір түйме қададым. Мінекей мынаны сол баулықтың жібімен іліп қоямыз. Жаңағы шашақтың жібімен. Сонда құлтанады. Бүйтіп ашып аласыздар дағын. Ар жағында бір түйме бар. Бұл түйме үлкендеу, анада себеп бұл анау нені ұстайды ғой, мынау шашақты ұстайды ғой, бұл үлкендеу түйме. Негізі баулығын атластан салып, бұның ортасына арқан салса да болады екен. Мен мына өзінің матой велюрдан істей салдым, сол үшін арқан салмадым. Сонда бауы тіп-тік болып тұрады екен. Мінекей осындай сумка шықты. Құрметті оқырмандарым, заказ берсеңіздер де болады. Жоқ, тегін мастер-класс десеңіздер, тегін мастер-класс та бар. Мінекей